Қайырлы күн достар, бүгінгі түскі асқа осындай ыстық тоқаш дайындайтын боламыз. Ең алдымен бізге су керек, 1 стакан сүт, дрожжи, тұз, қантымыз саламыз, 2 жұмыртқамыз салып, жақсылап араластыратын боламыз. Үстіне өзімізге қажетті ұн мөлшері саламыз. Оның мөлшерін салып, жақсылап, жұмсақ қылып, қамыр илейтін боламыз. Қамырдың үстіне жаймен ғана бізге өзімізге қажетті сұйық майымызды құйып, жақсылап орап, бетін жауып, жылы жерге қоятын боламыз. Дайын болған қамырды бөлшектерге бірдей қылып бөлеміз. Бірдей қылып бөлген өте маңызды, өйткені біздің тоқашымыз біркелкі болып көтерілу керек. Дайын тұрған тоқаштардың беттеріне сүт пен жұмыртқаны жақсылап жағып шығамыз, және кез келген бетіне мак, күнжіт болсын сеуіп әдемілеп қоямыз. Қызып тұрған пешке 30-35 минут пісіріп аламын. Осымен тоқашымыз дайын, ас болсын.